Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, мемлекеттік қызмет саласындағы басшылықта, мемлекеттік қызмет көрсету саласын бақылауда, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуда, анықтауды және тергеуді жүзеге асырады. Агенттіктің құрамына Мемлекеттік басқару академиясы, мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ұлттық бюро кіреді. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап, Қазақстанда кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыруға ерекше назар аударылды. Мемлекеттік қызметті жаңғырту Қазақстан 2050 стратегиясының 5 институционалдық реформаның және 100 нақты қадам ұлт жоспарының негізгі басымдықтарының бірі болды. Жүйелі реформалардың нәтижесінде меритократия, прагматизм, тиімділік пен қоғам алдындағы есеп қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызметтік ерекше моделі құрылды. Мемлекеттік қызмет жүйесінде елеулі өзгерістер жүргізілді. Үміткерлерді тек конкурстық негізде 3 кезеңді іріктеуді қолдана отырып ауыстыру көзделген. Теориялық білімді бағалаудан біліктілікті бағалауға ауысты, бірыңғай біліктілік шеңбері енгізілді, конкурс рәсімдерінің ашықтығы үшін бақылаушылар институты енгізілді. Оқыту бағдарламалары практикаға және біліктілікті қолдануға жаңғыртылды. Барлық бағдарламалар әлемнің үздік жоғары оқу орындарымен бірлесе әзірленді. Бағалау және бонустар негізінде пилоттық режимде еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілді. Қызметкерлерді бағалау жүйесі, ротация және тағылымдамалардан институттары жетілдірілді. Шетелдік менеджерлерді жалдау институты енгізілді. Бүгін мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру үшін бизнес үдерістер оңтайландырылды және ұйымдастыру мәдениеті өзгерді. Мысалы, кадрлық іс жүргізу жүйесі автоматтандырылды. Экономикалық ынтымақтастық даму ұйымының сарапшылары Қазақстанның мемлекеттік қызметін кәсіби стратегиялық деп бағалайды. Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы Қазақстан мен осы ұйымға мүше елдердің мемлекеттік қызметіне салыстырмалы талдау жүргізді. Қазақстан адам ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұрғысында экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы елдерінің ұстанымына сәйкес келеді. Қазақстан экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы елдерімен мемлекеттік аппараттың есеп берушілігін, тиімділігін және функционалдығын арттыруға бағытталған реформаларды іске асыру бойынша ортақ басымдықтары көп. Сервистік мемлекетті дамытудағы басымдық халық пен бизнестің қажеттілігін алдын ала қорғайтын қызметтерді көрсетудің ыңғайлы және қолжетімді ұтқыр цифрлық жүйесін құру болып табылады. Электрондық мемлекеттік қызметтер тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жоюдағы маңызды қозғалтқыш. Біріккен ұлттар ұйымының 2018 жылғы рейтингісіне сәйкес, Қазақстан электрондық үкіметті дамыту бойынша көшбасшылар тізіміне енді, ал Азия елдері арасында 8-ші орынды иеленді. Осы саланы жетілдіру мақсатында агенттік сандық агент мобильдік қосымшасын іске қосты. Ол нақты уақыт режимінде халыққа қызмет көрсету орталықтары мен басқа да мекемелер жұмысының сапасы туралы агенттікті хабардар етуге және азаматтардың проблемаларын барынша жедел шешуге мүмкіндік береді. Одан әрі арттыру үшін клиентке бағытталған қолжетімді әкімдік жобасы іске қосылды. 25 қызмет түріне дейін көптеген мемлекеттік органдар өз кеңселерін Open Space қағидаты бойынша өзгертеді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі және агенттіктің маңызды міндеті болып табылады. Бүгінгі күні жобалық тәсіл жемқорлықпен күресте белсенді қолданылады. Сондықтан агенттікпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірқатар жобалар сәтті жүзеге асырылуда. Біз әкімдіктермен бірге еліміздің барлық өңірлерінде адалдық алаңы жобалық кеңселерін құрдық. Жобалық кеңселердің басшылары ретінде азаматтық қоғам өкілдері тағайындалды. Осылайша жоба мемлекеттік органдардың тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылын жалпыұлттық қозғалысқа айналдыруда. Елге қолайлы инвестициялық және іскерлік ахуалды қалыптастыру мақсатында кәсіпкерлікті және инвестицияларды қорғау жобалық офисі құрылды. Жобаның мақсаты лауазымды тұлғалар тарапынан инвесторлар мен бизнеске төнетін кез келген бюрократиялық және сыбайлас жемқорлықтан 100% қорғаныс.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды жастар арасында қалыптастыру мақсатында және колледждер мен жоғары оқу орындары арасында академиялық адалдық қағидаттарын күшейту үшін саналы ұрпақ жобасы жүзеге асырылуда. Бүгінгі күні жоба барысында жоғары оқу орындары мен білім және ғылым министрлігіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы нұсқаулар әзірленді. Олардың орындалуын бақылау халықты барынша жұмылдыру арқылы жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте IT технологияларды пайдалану маңызды рөл атқарады. Мысалы, мемлекеттік органдардың ашықтығы мен есеп берушілігін қамтамасыз ету үшін ашық үкімет электрондық платформасы жұмыс істейді. Платформа 5 порталдан тұрады. Мұнда әрбір азамат бюджеттік шығыстармен таныса алады, нормативтік құқықтық актілерді талқылайды, онлайн кеңестерге өтініш жасайды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың тиімділігін бағалайды. Мысалы, бюджеттік туралы ақпарат ашық бюджеттер порталында жарияланады. Және ашық диалог қызметі үміткерлерге мемлекеттік органдардың өтініштерді қарастыру сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша тағы бір IT шешімі ретінде 2018 жылы елордада интерактивті ашық бюджет картасы енгізілді. Ол бюджеттен қаржыландырылатын барлық объектілерді онлайн қарауға мүмкіндік береді. Бюджеттен қаржыландырылатын барлық нысандар фотосуретке немесе видеоға қоса шағым қалдыруға болады. Жылдың соңына қарай осындай карталар бүкіл ел бойынша іске қосылады. Жақсы қоғамды құру шағын мәселелерден басталады. Солардың бірі адалдық дүкендерінің ашылуы болды. Олардың жұмыс принципі сенімге негізделген. Сондықтан олар сатушыларсыз жұмыс істейді. Ел аумағында, мемлекеттік мекемелерде, университеттерде, мектептерде, соттарда, әуежайларда және полицияда 4000-нан астам дүкен ашылды. Күн сайын мыңдаған қазақстандықтар ең алдымен өздеріне адалдығын дәлелдейді. Агенттік қабылдаған шаралар нәтижесінде мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлыққа тап болған азаматтардың үлесі азайды. Сонымен бірге, жемқорлыққа теріс көзқарас білдіретін адамдардың саны мен оның жойылуына жеке үлес қосуға дайын адамдардың саны артты. Агенттіктің профилактикалық жұмысымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюро заң үстемдігі мен сыбайлас жемқорлық жауапкершілігінен ешкім құтыла алмайтын қағидаттары негізінде құқық қорғау функцияларын жүзеге асырады. Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаған үшін ұсталған шенеуніктер шендері мен дәрежелеріне қарамастан заңның барлық қатаңдығы бойынша жауапқа тартылады. Колл-центр орталығына қоңыраулар саны жылдан жылға өсіп келеді. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросына деген сенімнің артуын көрсетеді. Алдын алу және құқық қорғау күштерінің тиімді синергиясының арқасында 2016 жылдан бастап елімізде сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуі байқалады. Қол жеткізілген жетістіктермен тоқтамай, Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті одан әрі жалғастыруға ниетті. Агенттік өз қызметінің негізгі бағыттары бойынша халықаралық ынтымақтастықты белсенді дамытуда. Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы негізгі халықаралық құралдарды ратификациялады. Сондай-ақ бүгінгі күні агенттік Қазақстанда Біріккен ұлттар ұйымы есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі өңірлік кеңесші офисін орналастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттер тобына және ашық үкімет серіктестігіне қосылу бойынша жұмыстар жүргізуде. Адалдық, ашықтық, есеп берушілік жай сөз емес. Бұл сыбайлас жемқорлықтан ада қоғамның басты құндылықтары және еліміздің өркендеуінің кепілі.